Ассалаумағалейкум қадірменді футбол сүйер қауым. Барлығымыз тамашалағандай, кеше ғана әлем чемпионатының 4-1 финалдық кезең аясында Бразилия құрамасы Хорватияға пенальтиден есе жіберіп, турнирмен қош айтысты. Кездесу 1-1 есебімен тең аяқталып, хорватиялықтар пенальти сериясында 4-2 есебімен жеңіске жетті. Сонымен нағыз футбол арнасына қош келдіңіздер. Кешегі ойыннан кейін футболшылар мен жаттықтырушылар не айтты? Және матчқа қатысты қызықты статистикалық ақпараттар туралы айтатын боламыз. Қазақ тілді футбол арнасына қолдау көрсетіп, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Барлық жеңілістер ауыр болады. Әсіресе сен арман және мақсатқа жетуге 4 жыл жұмыс жасасаң, бұл одан сайын ауыр нәрсе. Сөз тауып айту қиын, өмір жалғасады. Біз мұңлымыз. Командадағы болған әрқайсымыз бар күшімізді салдық. Біз болған нәрсе үшін қапалымыз. Жеңіс біздің қолымызда болып, дегенмен оны уыстан шығарып алдық. Олар гол соққанда біз жеңілуге өте жақын болдық. Бәрі біз үшін барлығы да бітті деп ойлады. Бірақ ешқашан бермейтінімізді тағы да дәлелдедік. Біз матчты теңестіріп, пенальти сериясында да өзімізге сенімді болдық. Пенальти сериясы кезінде гол соғып бастап, ал қарсыластарыңның бірі мүлт кетіп жатса, онда үлкен сенімділік пайда болады. Әрине, әлем чемпионатының алдында бізге ешкім сенбеді. Ешқайсысы да бізді осыншалықты алысқа бара алады деп күтпеді. Мұндай жеңіс күмәнсіз бізге одан сайын үлкен сенімділікті арттырады. Құрама турнирмен қош айтысқаннан кейін Бразилияның бапкері Тите ресми түрде қызметінен босатылғанын мәлімдеді. Өте ауыр жеңіліс. Бұл кезең аяқталды деген мағынаны білдіреді. Өзім айтқандай, бұл осыдан 1,5 жыл бұрын аяқталып қойған нәрсе. Мен өзімнің жасаған жұмыстарыма баға бере алатындай күйде емеспін. Уақыт өте өздеріңіз бағалай жатарсыздар, деген екен 61 жастағы маман. Тите Бразилия құрамасын 2016 жылдан бері жаттықтырып келген. Сөзсіз, кешегі матчтың басты қаһарманы Хорватияның қақпашысы Доминик Ливакович болды. Ол ойын кезінде 11 сейв жасаған және пенальти сериясы кезінде де керемет өнер көрсете білді. Осыдан кейін әрине бұл Динамо Загребте ойнайтын голкиперге біршама топ командалар таласатын шығар. Хорватия құрама командасы осымен 2 әлем чемпионаты қатарынан жартылай финалға шығып отыр. 2018 жылғы Мундиальда олар финалға дейін жеткен еді. Осы болған ойын туралы айтатын біраз нәрселеріңіз бар шығар. Міндетті түрде өз ойларыңызды комментке жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл жеңіс Хорватия халқына арналады. Жігіттер жарады. Біз басты фаворитті жеңіп отырмыз. Бұл Хорватия. Мен айтып едім ғой, ешқашанда бізге менсінбеушілік танытпаңыздар. Бұнымен біз тоқтамаймыз, әрі қарай жылжимыз. Барлығы да максималды күштерін салды. Менің ойыншыларымның есі дұрыс емес. Біз қарсыласқа қарамай голдарды соғуға міндеттіміз. Хорватия тамаша команда. Бізге бұдан да жинақы болуымыз керек еді. Мұндай қарымта шабуылдарға бейімделмегенбіз. Біз ұйымшыл ойнамадық деп ойлаймын. Өте ауыр. Дегенмен өкінішке қарамастан өмір әрі қарай жалғаса береді. Мен біздің жеткен жетістігіміз үшін жігіттерді мақтан тұтамын. Бірақ бұл футбол. Қазір сөйлеу қиын. Мен құрамада ғана емес, өз өмірімде де әртүрлі шешімдер қабылдағанмын. Өзің ұмтылған маңызды нәрседен айырылып қалу өте ауыр. Енді өзіңді қолға алып, өмір сүруді жалғастыруға тырысасың. Басқа амал жоқ. Мен қанша құлаған сайын орнымнан көтерілген жанмын. Бұл кубокты ойыншы ретінде көтере алмайтыным өкінішті. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Бразилия құрамасы осымен 5-ші рет қатарынан әлем чемпионатын ешқандай жүлдесіз сәтсіз аяқтап отыр. Селесауа әлем чемпионатының үздігіштігіне сонау 2002 жылдан бері іліге алмай келеді. Ол кезде олар чемпион болған. Бұл Бразилия футболының тарихындағы ең сәтсіз серия атанып отыр. Кешегі ауыр жеңілістен соң Неймар және де басқа да ойыншылар тоқтамай жылады. Бразилиялықтар сапынан Неймардан бөлек Антони, Рафиня және Родриголардың қатты жылағаны байқалды. Хорватия құрамасының капитаны Лука Модрич қарсылас ойыншыларын жұбатуға тырысқан. Ол Реал сапында бірге өнер көрсететін әріптесі Родригоны құшақтап,
оған қолдау сөздерін айтты. Бұл әркімнің де басына өтуі мүмкін нәрсе. Родригоны оның пенальтиді тебуге күші мен менталитеті жеткені үшін құттықтауға болады. Кез келгені қателесіп мүлт кетуі мүмкін. Мен оның бұл жағдайдан шығып мықты бола түсетініне сенімдімін. Барлығы қалыпта. Мен оған қолдау көрсетіп жігерлендіруге тырыстым. Екеуміздің қарым-қатынасымыз өте жақсы және ол үшін осындай нәрсе болғаны өкінішті. PSG шабуылшысы Неймар Бразилия құрамасы үшін соғылған голдар санының көрсеткіші бойынша Пелемен теңесті. Кеше ол өзінің құрамасындағы 77-ші голын соқты. Өкінішке орай оны соққан бұл голы жеңіске жетуге жеткіліксіз болған екен. Ойыннан кейінгі Неймардың айтқан сөздеріне кезек берейік. Қазір сөйлеу қиын, бас көп деген нәрселерге тола, бірақ біз киім ауыстыру бөлмесінде бұның бізге не үйрететіні жайында сөйлестік. Біздің командамыз өте ұйымшыл, әрі бақытты көңілді ұжым, бірақ бүгінгі күн бақытты болмады. Бұл қасіретті күн. Өкінішке орай біз әділетсіз ойыннан кейін аушып кеттік. Енді ұйқы қандырып, жақындарыңды құшақтаудың кезегі. Тек олар ғана бізді қазір жұбата алады. Біздің ұжыммен бірге болған күндеріміздің кезеңі туралы қысқаша айтып өткім келеді. Уақыт өте тез, әрі жылдам өте шықты. Құрамадағы кейбір ойыншыларды мансаптар аяқталып, енді олардың орнына басқа жас ойыншылар келеді. Біз осында көптеген достарды таптық. Мен команданың бір бөлшегі екеніме қуаныштымын. Өкінішке орай бізге бұл құраммен бірге жеңіске жету бұйырмады. Ондай болып тұрады. Қазір біз қайғылы өкінішті күйдеміз. Әрқайсысын жұбатуға сөз табу қиын.